Сәлем достар, сіздермен бірге позитив. Сіздер Херобрин деген кім екенін білесіздер ме? Мен Майнкрафтты ойнауды өте қатты жақсы көремін достар, бірақ Херобринді модтарсыз таба алмадым. Ал ендеше Херобринді тапқан адамдардың видеосын көріп, сол видеода барлығын қайталап, өзіміз Херобринді тауып көреміз. Видео басылмас бұрын лайк басып, маған тіркеліңдер. Ал видео бастамас бұрын достар, мен сендерге Бейбарстың арнасын советовать етем достар. Бұл арнада сендер өте качественный контент көре аласыздар. Пацан күніге видео түсіреді, сондықтан да сендердің іштерің пыспайды деген ойдамын. Бұл жерде өте көп видеолар бар, және де бұның барлығы өте качественный және де қызықты. Пацан бомж өмірін және де аурухана тағы да басқа нәрселердің барлығын түсіреді достар. Даже кнопка табу Майнкрафт. Осы арнада барлық видеолар өте қызықты. Өзім көріп шықтым, даже өзім подписаться етем. Және де достар, давайте осы каналға барлығымыз тіркеліп, видеоларының астына мен позитивтан келдім деп жазып кетейік достар. Соңғы видеосына позитивтан келдім деп жазып кетейік достар. Ал біз видеоға аттанамыз. Рамазан, саған жеке сәлем. Бірінші видеомыз баяғы замандағы 2012 жылы шыққан. Ё-моё. Бала жай ғана обычный Майнкрафт ойнап жатыр десек те болады. Ең бірінші көзге түсетіні ол оның Майнкрафтты өте қатып жатқаны көрініп тұр. Бұл PE версиясы Pocket Edition, бұл мобильді Майнкрафт деген сөз. Бірақ ол жылдары бұл қататынын білмеген шығар, білмеймін. Менің түсінгенімше балада бір құдыққа ұқсайтын постройка тұр. Ол құдықтың астын қазып жатқан уақытта Херобринді қазып тапты. Офигеть, бала өте қатты қорқып қалды. Бала өзінің пещерасына қашып үлгерді достар. Бірақ Херобрин оның артынан қалды. Офигеть, тағы зомби оны қысып жатыр. Бала артына қарап қалса Херобрин тұр. Ол Херобринді бір ғана удардан өлтірді достар. Офигеть. Ал екінші видеомыз одан да ерте шыққан 2011 жыл. Офигеть достар. Менің түсінгенімше бұл пацанды летсплей түсіріп жатты. Ол жай ғана таулы жерлермен жүріп келе жатқанда түсініксіз бір Стивті тауып алған секілді. Ол жай ғана секіріп жатты. Ал оған жақындап қараса Херобрин болып шықты. Бала сразу қаша бастады. Ал Херобрин оның артынан бар. Мүмкін Херобрин баланы өлтіргісі келген шығар. Бала қаша беріп шашаған секілді. Ол оған садақ атып келе жатқанда қылышпен бір ғана удардан тағы да өлтірді. Ал үшінші және ең соңғы видеомыз 2013 жылы шыққан. Пацан ең бірінші Майнкрафт версиясында ойнап жүр. Ол безобидный выживание жасап, ешкімге тиіспей жүр. Бірақ оның іші пісіп кеткен соң ол Херобринді шақырмақшы болды. Ол біртүрлі постройка жасады. Ал сосын бір жүректің соғысы естілген секілді. Бала ағашты кесіп арғарай аттанды. Бірақ алысқа қарағанда ол Херобринді көрді. Ол ағаштың артына тығылып жатты. Офигеть! Дәл қазір достар, давайте видеодағыдай Херобринді шақырып көреміз. Так, все достар, біз Майнкрафттың бірінші версиясындамыз. Капец, қазіргі Майнкрафттан қарағанда біртүрлі көрінеді екен. Так, давайте мир создать етеміз. Так, все уже мен мирда пайда болдым. Блин, Майнкрафтты бір туман басып кеткендей болып жатыр. Бір кішкене қатып жатыр ма, білмеймін. Кстати, қатты жүгіруге болмайды екен. Так, жануарлардан қорып кетті. Бұл жерде өте көп екен. Давайте кішкене выживать етеміз видеодағыдай. Так, ана видеодағыдай біртүрлі постройка жасаймыз. В общем, достар, мен бір сағаттай мирда жүрдім. Бірақ ешқандай Херобринді өкінішке орай тапқан жоқпын. Мен барлығын видеодағыдай жасадым, бірақ ештеңке болған жоқ. Бірақ менде Херобрин тапқанымның записі бар. Дәл қазір мен сендерге көрсетемін. Жарайды достар, болғаны жай әзіл болды. Шынымен де мен Херобринді тапқан жоқпын. Ал сендер Херобрин таптыңдар ма? Комментарияға жазып кетіңіздер. Ал сендермен болған позитив. Барлықтарыңызға рахмет, сау болыңдар.